Сәлем достар, бүгін сіздермен хит торттардың бірі болған Poppy Pie тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды және де молочный шоколадымызды салатын боламыз. Менде Қазақстан шоколады, екеуіні водяной баняда не болмаса микроволновкада ертіп алатын боламыз. Сосын басқа құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып, ағарғанша көпіртіретін боламыз. Міне бізде осылай ағарып шықты жұмыртқамыз. Оның үстіне ертіп алған шоколадпенен сары майымызды салып, тағда миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды және де какаомызды салып, араластырып, жаңағы массамыздың үстіне осылай ситадан өткізіп салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оның барлығын бірден салмаймыз, мен 2 бөліп салдым. Міне бізде осындай қоюлықтағы масса дайын болды. Енді осындай форманың көмегімен пергамент қағаздарымызды кесіп алатын боламыз. Менде 24 диаметрлі форма. 4 коржға пергамент қағаздарын дайындап алдым. Енді біздің массамызды осы 4 қағазымызға бірдей етіп жайып шығатын боламыз. Барлық жеріні бір тегіс етіп, қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Корждарымыздың әрбіреуіні 180 градуста қызып тұрған пеште 6-8 минуттан пісіріп алатын боламыз. Піскен корждарымызды осындай 24 диаметрлі форманың көмегімен шеттерін кесіп шығатын боламыз. Тек біреуін ғана 22 диаметрде кесіп аламыз. Өйткені ол бір коржымызды ең үстіне қоямыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Таза құрғақ ыдысымызға мұздатқышта тұрған творожный сырды салып, үстіне қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Енді үстіне 33%-тегі сливкиімізді құйып, миксердің көмегімен қою крем болғанша көпіртіретін боламыз. Міне бізде осындай өзінің формасын жақсы ұстайтын крем дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Торт жинайтын формамызға кішкене крем жағып аламыз. Корждарымызды қойып, үстіне кремді әдемілеп жағып шығатын боламыз. Менде осындай Poppy Pie'ға арналған насадка. Тортымыздың ең үсткі бөлігіне кремді осындай аздап жағып қоямыз. Енді торттың үстіне шоколадный ганаш дайындайтын боламыз. Менде Қазақстан шоколады. Шоколадты ыдысқа салып, үстіне сары майымызды салып, микроволновкада ертіп аламыз. Еріген шоколадымыздың үстіне сливкиді аз-аздан құйып, осылай араластырып аламыз.
Дайын болған ганашымызды кішкене суытып барып, тортымыздың үстіне құятын боламыз. Ганашты құйып, сосын тортымызды қалағанша әсемдейміз. Біздің тортымыз дайын, өте дәмді болып шығады, жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Дайындап көріңіздер осы рецептпен. Видео ұнаған болса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.